Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен CapCut приложениесінің өте күшті бір функциясын таныстырғым келіп отыр. Бұл функция жалпы негізі видео монтаж жасайтын адамдардың кішкентай бір құпиясы деп айтса да болады. Бұл функцияны үйреніп алыңыздар. Біреуіңіз бәлкім көрдіңіздер, мән бермедіңіздер, біреуіңіз білесіз, бірақ толықтай зерттемедіңіз, немесе мүлдем хабарыңыз болмаған болуы да мүмкін. Сондықтан да үйреніп алыңыз, алдағы уақытта үлкен сізге көмектері тиеді деп ойлаймын. Әрине, бірінші, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Алдағы уақытта мен көптеген пайдалы, қажетті видеоларды салатын боламын. Егер жіберіп алғыңыз келмесе, міндетті түрде менімен бірге болыңыз. Енді менің сіздерге көрсеткім келіп отырған функция бұл CapCut приложениесінде мынау тұрған қызды мен YouTube арнасынан жүктеп алдым, яғни без авторских прав маған бет әлпеті көрінген сурет керек болды. Сіздерге осындай бір керемет құпияны бөліскім келіп отыр. Әдеттегідей міне CapCut приложениесіне кіреміз. Мен 3 түрлі міне қыздың бет әлпеті бар суретті таңдап алдым. Негізінде бұл тек қана сурет емес, видео болса да болады. Жалпы негізі CapCut приложениесі ол видео жасайтын приложение, бірақ мен кейде CapCut приложениесінде суреттерді де өңдеп, скрин жасап, оны қайтадан тағы алдағы уақытта сіздерге айтатын боламын. Скринмен жасалған кезде жалпы негізі сурет өзінің алғашқы несін тереңдетеді ғой, видін. Бірақ оны қайтадан одан да жақсы қалыпқа келтіріп көрсетуге болатын тағы бір приложение бар. Оны алдағы уақытта сіздерге бөлісетін боламын. Ал бүгінше мен сіздерге адамның бет пішінін өзгерту, макияж жасау, тіпті дене пішінін қалай өзгертуге болады, сол жайында түсіндіріп айтатын боламын. Енді қараңыздар, ол үшін біз не істейміз? Мынау бірінші тұрған суреттің үстінен басамыз. Яғни сіздер білесіздер, кейде біз наложение қойып жатамыз, осылай суреттерді, көп суреттер қойып жатамыз, видеоның үстінен суреттер қойып жатамыз. Бұл жағдайдың бәрінде қай жерді сіз саусағыңызбен түртесіз, астындағы функция именно сол суретке, сол видеоға қатысты өзгеріп отырады. Демек, міне бірінші суретті мен саусағыммен сәл ғана басып қаламын. Бұл бір қоршауға алынды, ақ қоршауға. Астындағы функциялар өзгерді. Бұл функциялар менің осы бірінші суретіме байланысты. Осы жерден жылжытып отырсаңыздар, астында мынау адамның басына ұқсаған ретуш деген бөлімшесі бар. Осыған кіресіздер. Көріп отқандарыңыздай, лицо, тело деп бөлінген. Яғни бет әлпетін өзгертеміз ба, жоқ, дене пішінін өзгертеміз ба деп тұр. Бізде бет әлпетін алып отырғандықтан бет әлпет, яғни лицоға кіреміз. Енді қараңыздар, бұның жоғары жағында бет және формасын өзгерту және макияж жасау деп үшке бөлініп тұр. Мен жалпылама барлық осы функциялардың каждайын тоқталып сіздерге көрсеткім келеді. Әдетте мен ылғида ең бірінші мен өте қолданатыным видеода болсын, суретте болсын, сглаживание ең бірінші тұрғаны. Бұл лицоның ең бірінші функциясы міне, сглаживание. Мынау ары-бері астындағы стрелкамен жылжытып, өздеріңіз қажетіңізше сглаживание лица жасасаңыз болады. Енді қараңыздар, лицода цвет кожи деп тұр, яғни сіздер мына беттің қандай түске түсті көрсетіп тұрғанын қалайсыз, қандай түске бояғыңыз келеді, былайша айтқанда тональныйға. Мысалға қараңыз, темный лау алсаңыз болады. Міне көрдіңіз ба, қалай өзгереді. Және оны былай ары-бері ауыстырсаңыздар болады. Аппақ қылып алсаңыз болады. Міне қандай қылдырасыз, қалағаныңызша қоясыз. Мен, например, осыны таңдағым келіп тұр. Енді қараңыздар, жоғар жағында кішкене ғана мынау птичка тұр, соны басасыз. Енді келесі скрасить дейді, автоматически скрасить өзі бояп береді, примерно. Одан кейін, егер де бұл суретте күліп тұрған болса, или бұл видео болса сөйлеп тұрған, тістерді ағартуға болады. Сосын бұл суретте енді әжімдер онша жоқ екен, жалпы әжімдерді кетіреді, яғни. Одан кейін көздің астында да сызықтар болады, круги под глазами деп жазылып тұр ғой. Осылай міне жасасаңыздар болады ары-бері жылжытып.
Енді мен сіздерге форманы қалай өзгертеміз соны көрсеткім келеді. Екінші тұрған үстіндегі майда жазуда изменить формаға кірейік. Бұл жерде бет пішінін, беттің жақ сүйегін, жоғарғы жағын, төменгі жағын, екі жанын, содан кейін көзді, жоғары, төмен деген сияқты, мұрынды, қыр мұрын, үлкен мұрын, кішкентай мұрын, ерінді, орналасқан жерін, қасты жақындатып, алыстатып, әртүрлі өзгерте аласыздар. Қараңыздар, енді бет деп тұр, бәріне қойып көрсеткім келеді сіздерге. Міне қараңыз, форма деп тұрғанға қойсам, бетінің формасын біз ауыстыра аламыз. Көрдіңіздер ме? Ары бері астына жылжытып отырасыздар. Мына екіншісі міне. Көрдіңіздер ме? Жақтары қалай ауысып жатыр, қозғалып жатыр, скулы дейді міне. Бетінің сүйегі шығыңқы болып тұрған қаласаңыздар, яғни подбородок міне астына қарай қарасаңыздар, ақырын жылжып жатыр, өстіп жылжытасыздар. Қысқа қылдырып жасағыңыз келе ме, ұзындау болып тұрсын ба деген сияқты ғой. Төменгі бөлік дейді, міне, төменгі бөлік. Беттің төменгі бөлігін өзгертеді. Середина лица дейді, яғни ортаңғы бөлігін беттің созып, кішірейтіп, міне қараңыздар. Осылай өзгерте аласыздар. Енді жоғарғы бөлік дейді, яғни бетті үшке бөліп тастаған осы жерінде. Беттің жоғарғы бөлігі, қараңыздар, шаштың айналасы, маңдай жақты қалай ауысып жатыр. Мінекей. Енді бойын, беттің бойын өзгертеді. Линия роста дейді, міне қараңыздар. Ұзындау, кішірек қылып қара. Шашына қарасаңыз байқайсыз өзгеріп жатқанын. Енді мына жоғар жағында кішкене жазумен глаза деп тұр, көзін өзгерте аласыздар. Қараңыздар, үлкен көз жасайсыз. Біріншісіне қойсаңыз, міне үлкен көз жасай аласыз. Одан кейін ол көздің расстояниясын, ара қашықтық, алшақтығын жасай аласыздар. Жақындатып, алыстатып, қараңыздар, көздер қозғалып жатыр. Бұрыштарын келтіре аласыздар, міне қандай қылдырғыларыңыз келеді. Көздің жоғары орналасқанын қалайсыз ба? Жоқ, кішкене төмен орналасқан қалайсыз ба? Осылай қараңыздар, көз өзгеріп жатыр, осылай өзгерте аласыздар. Енді келесі үшінші мына жердегі астындағы майда жазуда мұрын деп тұр ғой, осы функцияға өтеміз, яғни тонкий нос дейді. Осылай кішірейтіп тонкий қылып жасап жатыр. Или болмаса алдыңғы жағын, жоғарғы жағын. Қараңыз, қыр мұрын жасай аламыз. Мұрынның ұзындығын міне қараңыздар, қысқартып немесе ұзындау қылдырып жасай аласыздар. Келесі мұрынның түбіртегі дейме, қалай айтады? Осы жағын мінекей. Мұрынның көлемін, үлкен мұрын, кішкентай мұрын қалай міне өзгерте аласыз. Қараңыздар, үлкен мұрын, кішкентай мұрын деген сияқты. Средний өзіңіз қалағаныңызша өзгерте аласыз. Енді келесі функция ауыз ерінге келейік. Міне рот дегенге өттік. Біріншісі функциясы размерін. Міне қараңыздар. Ары бері жылжыту арқылы размерін өзгерте аламыз еріннің. Сосын екіншісінде бұның жоғары тұру, яғни высота деп өз көрсетіп тұрғандай, ары бері еріннің төмен, жоғары бөлікте орналасқан қалайсыз ба, солай жылжытасыздар. Одан кейін ерінді сәл күліп тұрған қылып жасай аласыздар. Улыбка деп тұр ғой, қараңыздар. Міне жымиып тұрған ерін пайда болды. Енді жоғарғы жақта майда болып, міне қастың несін көрсетіп тұр сіздерге. Ара қашықтығын, қастың ара қашықтығын, алшақтығын міне алшақтау, жақын жасағыңыз келеме, міне қараңыздар. Қас өзгеріп жатыр, осылай өзгерте аласыздар. Оның жоғары тұрғанын қалайсыз ба, төмен тұрғанын қалайсыз ба, міне төмен, жоғары деген сияқты осы жылжыта аласыздар. Сосын міне үшінші функцияны қараңыздар, міне керілген қас жасай аласыздар, кішкене төмендеу, осылай міне қараңыздар. Енді наклон дейді, төмен қарай, мына ұшы төмен түсіп тұрғанын, немесе жоғары көтеріп тұрғанын осы жақтан таңдайсыздар. Осылай формаларды өзгертуге болады беттің пішінінің. Енді кеттік, келесі макияжға кірейік. Макияждың өзі бізге бөлінеді, яғни бұл жерде біз өзіміздің қалауымызша кірпіктерді таңдасақ болады. Ресницаға кіріп, мысалға мына қызға қандай кірпік қойғыңыз келеді?
Мысалға, сіз өзіңіздің суретіңізде осылай әртүрлі өңдеп кірпіктер жасай аласыз. Міне қараңыз. Осылай қойып, астындағы мынаумен жылжытып, ары бері мені қалағаныңызша өзгерте аласыз. Енді кірпік келесіне көзге қандай тень қойғыңыз келеді, қандай бояқпен бояғыңыз келеді, осыны өзіңіз таңдай аласыз. Қараңыз, қалай жарасады, әрқайсысын қойып көресіз. Міне, қандай бояс жарасады бұл. Сонысын өзіңіз таңдап қоя аласыз. Сосын оны астында қатты болып кетсе сәл бәсеңдетіп, немесе аз болып тұрса көбейтіп, міне астын ары бері жылжыту арқылы жасай аласыз. Енді кеттік, помадаға көштік. Осы жерде қандай түсті помада тұрғанын қалайсыздар? Міне, қандай түс болған жарасады деген сияқты, маған қандай түс жарасады деген сияқты өздеріңіз қоясыздар да, ары бері міне өстіп қойып аласыздар. Енді бұндай уақыттарыңыз болмаса, уақыттарыңыз шектеулі, бірақ макияж жасау керек, сурет бар сізде, макияжын жасау керек тез-тез, кішкене әбіржіген түр болып тұрған болса, бірден макияж жасау үшін сіздер мына жерде набор деген астында тұр, маленький, міне кішкентай жазулармен набор деп тұр. Бұл жерде арнайы дайындалып қойған макияждар. Кез келген тез-тез таңдап қоя қоясыздар да, өзіңіздің қалағаныңызша. Мына астындағы функциямен жылжытсаңыздар, мына слишком қатты болып тұрса, мынау сізге, мына астын кішкене азайтсаңыз, міне осылай болады, қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Міне, тез-тез мынау уже полностью бояп дайындап қойған суреттерді сіздер тек қана мынау астын сәл көбейту немесе азайту арқылы тез макияжды бірден қойсаңыздар болады. Ал егер асықпасаңыз, каждый нәрсені бөлек-бөлек өзіңіз бояндырсаңыз болады. Енді достар, ары қарай келесі суреттерге өтейік. Жалпы бір ғана қыздың бет әлпетімен бүткіл функцияны көрсетіп тастаған сияқтымын ғой сіздерге. Қараңыздар, міне үстінен бастым суреттің. Ретушқа кіреміз, лицоға кіреміз, сглаживание, қараңыз, бет сразу жақындатты, сглаживание жасаймыз. Содан кейін макияжға өтейік. Міне қараңыздар, осылай қалаған макияжды қойып, оп-оңай бояндырсаңыздар да болады. Өзіңіздің суретіңізді осылай жасасаңыз болады, видеоңызды солай жасасаңыз болады. Келесі суретке өтейік. Мысалға, мына қыз тон кішкене қара болып тұр да, мысалға шы. Бетіне сглаживание жасап, цвет кожи кішкене ашық түске ауыстырайық. Былай. Мысалға, е? Осылай қалағаныңызша өзгерте аласыздар, қыздар. Макияжға кіріп көрейік. Осылай жасап қойсақ болады. Енді мен сіздерге жаңағы дененің формасын өзгерту жайында айтқан болатынмын. Оны да осы видеомен түсіндіре кетейін. Суреттің үстінен басамыз. Сол ретушқа кіреміз. Екінші тело дегенге басасыздар, қараңыздар. Бұл жерде осы жердегі функцияларды төмендегі таңдап ауыстырсаңыз болады, немесе вручную жасасаңыз да болады. Мысалға қараңыз, аяққа қоямыз, аяқтарын созып, кішкене жіңішкертеді. Стройность дейді, міне. Талиясын қараңыздар, қалай өзгереді. Басын, кішкене формасын кішірейтіп, е? Сглаживание тоже жасап, скрасить етіп, кішкене осылай жасасаңыздар болады. Или же вручную өтетін болсаңыздар, қараңыз, былай бөлініп тұр. Мынау созат кішкене жоғары немесе төмен деген сияқты. Төмен и жоғары. Көрдіңіздер ме? Аяқтарын тоже қараңыздар. Аяққа өттік қой. Қараңыздар. Арықтатып. Мына жерге қойсаңыздар, қараңыздар міне. Қалай өзгертіп жібердік, е? Жаңа қойған сурет қандай еді, мына қыз қандай болды?
Және де айта кетейін, бұл функция осы CapCut приложениесіне шыққанына мен өте қатты қуанамын. Себебі бұған дейін бұл функция болған жоқ басында, тек қана басқа приложениеларда платно алатын едім. Ал енді мынау CapCut приложениесінде бәріне қолжетімді. Сондықтан еш ойланбастан, қиналмастан, теп-тегін осындай бере салған приложениені қолданып, суреттеріңізді кереметтей қылып өңдеп алыңыздар. Алдағы уақытта да менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге көптеген күшті видео монтаж жасауға қажетті функцияларды көрсетіп, басқа да приложениелермен таныстыратын боламын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап, колокольчикті, яғни қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий, лайкты аямаңыздар, достар. Алдағы уақытта мен сіздермен міндетті түрде тағы да қызықты, пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.